Сәлем оқушы, бүгін біз сенімен биылда 2023 жылы келген тестті талдайтын боламыз. Яғни бұл үшінші нұсқа екен 2023 жылғы. Бақшада 2 және 3 дөңгелегі бар велосипедтер саны 12. Велосипед дөңгелектерінің жалпы саны 30 болса, 2 дөңгелекте неше велосипед бар? Балалар, бұл жерде көп оқушылар қалай шығарады білесіз бе? Просто орнына қойып тексере салады. Бірақ енді біз математикалық жолын көрсетейік, математикалық жолы қалай болады? Жалпы саны 12. Бізде 2 дөңгелекті болсын, және 3 дөңгелекті, мынау x болса, мынау y болсын. Сонда бұлардың қосындысы қанша? X қосу y тең 12 дейміз. Ал 2 дөңгелекті де неше дөңгелек болады? Әрине 2 дөңгелек. Ал 3 дөңгелекті де 3 дөңгелек. Сонда барлық дөңгелектерінің саны қанша? 30 екен. Енді теңдеулер жүйесінде мынандай бір қитұрқы әдіс бар. Мынаны мен -2-ге көбейтіп жіберейін. Сөйтіп x-терін теңестіріп аламын. Және олар қарама-қарсы боламын. Сонда қараңыз, көбейткен кезде оның әрқайсысын, әрбір мүшесін көбейтемін ғой. Жалпы теңдеуде сонда екі жағын, әрбір мүшесін бір санға көбейтуге болады екен. Одан теңдік өзгермейді. -24, мынау. Мына жерде ешқандай астына тиіспейміз. Қалай тұр, солай тұр. Тең 30. Енді ары қарай мынаны қосайын. -2x'ке 2x'ті қоссам 0 болады. Так, мынау неге 2 керек болып кетті? Бұл -2 керек болу керек. 3 керек болып кетті. Енді қараңыз, бәрі -2 болу керек. Енді -2 керекке 3 керек қоссам +2 керек болады. Мынау 6 болады. Сонда y тең 6 екен. Y деген бізде 3 дөңгелек. Мынау 6. Енді барлығының саны 12 ғой. Демек 2 дөңгелекті де 6. Сонда жауабы 6 болады. 10 есеп 5-те 5 текшенің беті қызыл түске боялған. Сосын кубты 1-де 1 кіші текшелерге бөлдім. Мысалы, біз бір текшені салып алайық, үлкен. Үлкенін салып алайын. Енді осыны енді бір-бірден бөлетін болсақ, ол бізде 5 неге бөлінбей ма, Қазір. Так. Былай 1, 2, 3, 4, 5. Потом былай 1, 2, 3, 4, 5. Одан кейін былай. Олар есептің шартын түсіну маңызды да. Негізі сіздер көбіңіз есептерді шығара аласыздар. Сіздердегі проблема есептің шартын түсінбей тұрасыз. Енді қараңыз, осыны барлығын бір түске бояп, одан осылай бөлетін болсақ, бізге сұрақ кіші текшелердің нешеуінің тек бір жағы боялған дейді. Мысалы, мен мына бір текшені таңдасам, бояп тастадым ғой барлық жерін. Мына бір текше бұрышта тұрған, ол неше беті боялады? 3 жағы боялады екен, А мына бір текше неше? Оның 2 жағы боялады екен. Демек бізге бір жағы ғана көрінетін текшелер керек қой. Ол ортасында тұрғандар мыналар не? Көрдіңіз бе? Осын қалған 5 жағы көрінбей ма? Көрінбейді. Неге? Өйткені олар арасында тұр. Арасында жабық тұр да. Демек, мына бір бетінің өзінде 9 бар екен. Мына бір бетінде де 9 болады. Түсініңіз бе, мыналар? Шетіндегілер ол бізде 2 немесе одан да 3 немесе жағы көрінеді екен. Мұнда да 9. Енді демек, бұның бізде 6 жағы бар ғой. Мынау алды бар. Тоже 9. 9-ды 6-ға көбейтіп саламын. Сонда 54 болады екен жауап.